Достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге қызықты онлайн сервистің түрін көрсеткелі отырмын. Сервистің мақсаты сынып ішінде тыныштықты сақтау. Ол үшін ең алдымен Google-ға немесе Яндекс.Поискке ағылшын тілінде Bouncy Bus деп жазамыз. Ең бірінші шыққан сайтқа кіреміз. Сайт ағылшын тілінде болғандықтан орыс тіліне ауыстыруларыңызға болады. Міне орыс тіліне ауыстырғанда сіздерге барлығы түсінікті жазылып тұр. Бастау деген батырманы басамыз. Міне мұнда микрофон деген өшіргенде жаңағы шариктер қимылдамайды. Қосқан кезде сынып ішіндегі тыныштыққа қарай, дыбыс толқынына қарай шариктер қимылдай бастайды. Төменде чувствительность деп тұр. Чувствительностьті арттыруға болады, немесе төмендетуге болады. Мен орташа деңгейге қойып қоямын. Общий деген бұл жерде шариктердің саны. Мысалы 85 шарикке қойсақ, өте көп шарик шығады. Оны төмендететін болсақ, мысалы 46 шарик деп тұр. Ол өздеріңіз қалауларыңызға қарай қойып аласыздар. Тема деп тұр төменде. Тема бұл жерде шариктердің түстері және түрлері өзгереді. Эмоции дейді, яғни смайликтер болады, числа сандар болады және тағы сол сияқты. Дегенмен қазір менде бұл батырма істемей тұр. Сіздер ноутбукпен, компьютермен көрсеңіздер, міндетті түрде істеуі керек. Мысалы, мұнда микрофонды қосып көрейік. Сөйлеген сайын, міне шариктер қимылдау үстінде. Чувствительностьті арттырамыз. Дыбыс толқынына қарай шариктер қимылдап секіреді. Міне осылай. Микрофонды өшіріп тастайық. Міне осылай оқушыларды қызықтырып, сыныптың ішінде тыныштықты сақтауға болады. Сіздермен болған Дара KZ. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және Instagram каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.